Қалармысыз ағайын, кеш жарық. Дауысы естіліп тұр ма өзі? Біз енді бұғанға дейін мынау өткенде неге байланысты айтқам тажалды шығару жөнінде соған кеп тоқталдық қой деймін. Бұл енді айтып өткеніміздей мынау неден шығады деп айтып кеттім ғой, исламды қабылдау жөнінде. Осының жолында жаңағы удостоверение, сосын жаңағы вакцинация, одан кейін тумен Құранның қатар қойылуы мәселесі бойынша 37-73 тармақтың индекстері жөнінде айту керек болып тұр ғой. Так. Так, привет. Зрителей 1 среди. Так. Максим Нурғали, привет. Так. Өткендегі осы мына сұрағыңызға жауап беруге тура келеді.
қалыңыз жақсы ма? Ассалаумағалейкум. Жақсы, аман есен. Үй шаман. Аман есен, аман есен. Ауа райы қалай, ауа райы? Құдағай шапқылап жатыр. Жаман емес, жүріп жатыр. Сіз қай жерде тұрасыз қазір? Мен қазір ма? Саршығандамын ғой, Қарағанды болса. Өзіңіз қай жерде, Оралда ма? Оралдан ғой. Орал қалай тыныш? Ау. Тыныш, иә. Дауыс қалай, естіліп тұр ма жақсы? Естілмей қалды, қазір секунд бізге барайық. Ал қалай, естілей ме? Естіліп тұр, естіліп тұр. Үйдесіз ба, жоқ, жолда келесіз ба? Естіліп тұр, естіліп тұр. Үйде. Жақсы. Үйде. Мен осы сіздің мына әңгімеңізді тыңдаймын ғой. Былай тыңдаймын, бірақ түсіне алмаймын, шын айтайын. Қалай айтсам екен сізді? Ау. Ана фатиха өткенде туралы неде комментарийіңіздің комментарийда сұрапсыз ғой, ақпаратты қайдан аласыз деп. Енді мен анау ролигімді көрсетіп отырмын ғой. Құран мен анау Пифагор таблицасы деп атаймыз ғой, енді өзіміз былайша айтқанда 18.000 қаламның атауы ғой. Содан берілген дүниелер ғой бұның бәрі. Тайыр бір таңба цифр сөйлеп тұр ғой. Содан шығарып жатырық та, разработканың мәні бар, басқа бар дегендей. Енді мен бұғанға дейін де мынау роликтерді анау Көкшар жайна деген каналда 8 ролик шығарғанбыз. Соның ішінде де біраз мәліметтер айтқам. Бұл қалай болған, қалай берілген. 2006 жылы 40 жасымда уақи келді деп айтқам, жаңағы историясын. Жалпылама. Сол жерлерден көрсеңіз болады. Жалпылама. Енді оның бәрін мен ойдан шығарып атқам жоқ. Бұлай енді берілгеннен кейін, берілген миссия болғаннан кейін айтып жатырмын ғой. Ал мына уақи келгенін естіген секілдіміз, соны тағы да қайталап қысқа нұсқа айтып қойыңызшы. Уақи келген қалай келді? Уақи келген қысқа нұсқа. Ол уақи келгенде мынау жалпы историясында не қылған? Мен өзім былайша айтқан кезде бір қарындасым үйіне бара жатқам, темір жолды бойлап. Сол кетіп баратқан кезде, общем, жүрек кәдімгі тулайды ғой, шектенсіз. Шектенсіз тулаған кезде мен уже былайша айтқан кезде мен түсініксіз бір жағдайлар болады да, есімнен танып қала жаздаймын да. Содан қарындасым үйіне барам да, маңдайымды сәждеге ұрып жылаймын ғой, өкіріп. Жаңағы, ей Алла деп. Оғанға дейінгі история бар, бұл 40 жасқа дейінгі история. Бұл 93 жылдың январ айынан басталады ғой, 28 январынан басталады. Оның алдында сол 92 жылы тура 31 декабрьге дейін де біраз нәрселер болады, бірінші уақиында. Мынау екінші уақи ғой деймін, соны мына Саршағанға көшіп келгеннен кейін берілген нәрсе ғой. Оған дейін ол одан бұрын басталған нәрсе ғой, маған түсініксіз болып. Бұның историясы деген жетеді, бірақ ұзақ әңгіме бұның бәрі. Сол кезде жаңағы қарындасым үйіне барып, сол кезде мен оның Құран екенін білем ғой, жаңағы берілген нәрсе, өзім түсінбей жүрген нәрсе, шешемай жүрген нәрсе. Содан маңдайым сәжде көріп, мынаны маған неге бердің, мен мына пенделерің мені тыңдамайды, мен мынаны жеткізе алмаймын, адамдарға түсіндіре алмаймын деп өкіріп жылаймын ғой. Енді анау жаңағы қарындастарым бар, күйеу балалар бар, бәрі көрген сол жерде, есігінің алдында, прямо төрінде өкіріп жылап, жаңағыдай өзіме түсініксіздеу бір нәрселермен болған. Одан кейін мен содан сол жерде жаңағыдай, общем, 2 аптада есімнен танам, үйде қамалып ұстайды ғой. Оның бәрі анау жаңағы Көкшар жайнаның каналындағы роликта айтылған. Содан барып қайттан есімді жиған кезде уже Құранды расшифровать етіп тұрмын ғой. Өзім қайттан тәнімнен тірілген кезде. Енді одан бері де талай нәрсе өтті ғой енді. 2008 жылы жаңағы Хабар студиясына бардым. Одан жаңағы 2012 жылдан кейін
қайта 6 жыл стрессте болдым. Одан 2018 жылы неден роликтарды шығарам ғой. Анау дана қыз пендеміз ғой ток-шоуында шықтым ғой, көрген шығарсыз. Жаңа заманға жол бастаушы деп. Есіңізде бар шығар ол? Или көрмедіңіз ба? Көрдім. Енді YouTube Көкшар деген Көкшар деген Жайнаны қайдан табамын? YouTube каналдан қараймын ба? Көкшар Жайна деп жазасыз да, сонан кейін YouTube-қа кірсеңіз, сол жерде бар. Тәлімгер өкіл Адевит дейді, одан кейін жаңағы осы историяның бәрі айтылған. Оның несі сондай. Жақсы түсіндім. Ол ол жерде жалпылама. Фатиха сүресі туралы не айтасыз? Фатиха сүресінің коды қандай? Фатиха сүресінің коды қалай деймін ғой? Бұл несі цифровой коды 07, а былай разработкасы 17-де 71 ғой. Өзі 7 аяттан тұрмай ма? Мына негізгі несі 7 санымен байланысады да бұл. И сонан кейін 07 деп не қылады да, мына разработкасы Ленинге берілген ғой 17 жылы. 1917 ма? 1917 ме қалай еді өзі? Яғни революциямен басталды ғой, содан кеткен нәрсе ғой бұның бәрі. Былай енді кітаптағысы енді ол түсінікті ғой. Біздерге бұл жерде мынау Лениннің разработкасымен әйелдің құқығы теңестірілді емес пе? Былайша айтқанда 11 саныменен басталып, жаңағы 99 санымен аяқталатын разработка. Періштелер әлемі дейді ғой. Разработчики куәлік бар, анау не бар, соның бәрі кіреді ғой бұның ішіне. Бұның әңгімесі де өте ұзақ нәрсе бұның бәрі. Енді анау бұғанға дейін де мына журналистер жұмыс істеу керек еді, бұлардың ешқайсысы да атсалыспай тұр ғой. Сонда айтыңдар, мысалы мен қасыңызға барсам, қасыңызда отырсам барып, сіз деген маған Пифагордың жаңа не етесіз ба, Пифагордың бірдеңе таблицасыз ба? Соған қарап отырып, мына осылай түсіндіріп бере аласыз, мысалы Құранды сонда? Енді бұл Пифагордың теориясына қарап? Оны Пифагор деп айтқанда, бұл кәдімгі бұның өзінің мәндік мағыналары бар ғой. Бұл Пифагор деп аталған күннің өзінде микрокосмостық жағдаймен сосын макроклеткалық таным дейді. Человек, бұның источнигі человек деген измерение мен адам деген измерениеға бөлініп кетеді да. 0,20-тан басталады ғой. Өзі Пифагорды былай жалпылама бізде өзіміз Пифагор деп айтамыз ғой, бірақ самом деле бұл не ғой? 18 мың ғаламның атауы ғой. Жаңағыдай 2-ден басталады. Өйткені бұл жерде 0-де 1 деген не жоқ. 0 мен 1-дің несі жоқ, индексі жоқ. Бұл кәдімгі язычниктерге арналған. И бұл отключенный да, бұл жерге кірмейді Пифагорға. Бұл жерде жаңағы қай нәрсе болмасын 2-ге жарылып 2-ге бөлініп кетеді. Кез келген нәрсе 2-ге бөлініп кетеді. Ол бірлік таныммен танылмайды бұл жерде. Оның мәселесін түсіну өте қиын да бұны. Бұлай енді талпынған адамдар болса болады, можно. Өйткені разработкадан өттіңіздер ғой. Союздың кезінде бұның бәрін жаттап. Ал сіз мына түсіндім. Ал сіз мына YouTube-тан көрген боларсыз, математика Корана деген бар ғой. Құран дейтіндер 19 санымен құралған дейді. Оған не дейсіз? Оның өзінің математикасы бар ғой, Құранның. 19 Бұларда ограничение ғой, олар мысалы бәлендей аят бар деп қана оны бір белгілі бір шектеумен өздерінің былай, мына жерде мына ненің ішінде, мына алфавитный математиканың ішінде 997 деген код бар. 997 жайсандар таблицасы дейді. Аналардың айтып жүргендері бұлар 19 санымен, бұлар кәдімгі не ғой, натурал сандардың анау немене жаңағы тақ сандардың сондай бір қасиеттермен, сондай бөлек кәдімгі разработкамен шығып кеткен ғой. А самом деле мына 997 код бұл кәдімгі мына Құранның өзінің құпиясымен байланған дүние, бұны компьютер аламайды. Бұл кәдімгі жай биологический кореннің индекстері. Ол тек берілген адам ғана айтпаса, оны 2-нің бірі оны түсіне алмайды. Мүлде қиын нәрсе. Мысалы олар айтады, жаңағыдай Құранда бәленше аят бар, бәленше не бар деп қана шектеулі. А самом деле Құранның несі 6666 аят қой.
оны қалай не қылған, олардың кәдімгі өздері еншілеп алған ғой, олардың бәрі бөліп. Сондай нәрсе ғой оның бәрі. Олар кәдімгі мына нені Құранда 6346 аят бар еді ғой. 6346, 6 қосқанда 19 болады. Сол жаңа 19 санымен солай шығарып алған ғой. Бірақ мен айтып отырмын ғой, 997 кодтың мәнімен бұл 6666 аят болып келеді. А бірақ олар жаңағыдай өздерінің кәдімгі разработкасымен жасап алған нәрселер ғой. Натурал анау жаңағы немен бөлшек сандар дейді, мына 997 код оларға берілмеген. 19 саны ол жалғыз, ол жүздіктің ішіндегі жалғыз не емес. Бұлардың ішінде мен ана өткенде сізде бір прямой эфирде айттым емес пе? Анау 16 саны бірақ таңбаланған күннің өзінде жүздіктің ішінде бұл 4 рет кездеседі. 19, 61, 91 деген 4 тактымен жүйеленеді бұның бәрі. 4 құбыланы қамтиды ғой, былайша айтқанда, глобустың. Бұл 19 санны бірақ жағын ғана көретіндер ғой олар. Бірақ жағын ғана көреді. Мысалы жаңа ғана мен несінде де айттым емес. Берілген мысалы. Мысалы адам баласы олардан. Түсіндім. Енді келесі сұрақ тағы да. Сіз айтып ғой, мына секундтың ішінде секунд бар дедіңіз ғой. Соны мына аяттың ішінде аят бола ма, қалай соны қалай түсіндіресіз? Секундтың ішінде секунд дедіңіз бе, миллисекунд дедіңіз бе, әлде аяттың ішінде аят дедіңіз бе, сондай бір әңгіме айтып едіңіз ғой. Мысалы, иә. Ол секундтың ішіндегі секунд, бұл разработанный микрокосмостық жүйеге айналған кезде ол аяттың ішіндегі аят болмайды. Бұның ішінде жаңа ұстанымдары белгіленген ғой. Мысалы, шариғат деп беріледі. Ангелы хранители биологический корень дейді. Көрдіңіз ба? Шариғат. Бұның өзінің кәдімгі ұстанымы бар. Одан кейінгісі тарихат деп беріледі. Технология. Иса пайғамбардың басымен келген кәдімгі амалдық нәрселер ғой. Одан кейінгісі қазір қолымызда жүрміз ғой, ұстап компьютер, анау мынау деп. Анау киберогенный измерение дейді. И соның өзінде солардың ішінде бар ғой жаңағы тарихаты бар, шариғаты бар дегендей. Сондай нәрселер ғой. Ал мына Мұхаммед пайғамбарымыздың өзінің цифры бола ма? Пайғамбарлардың немесе Иса пайғамбардың цифры бола ма? Сіздің негізде? Бұлардың ішінде цифры болғанда қалай? Енді мына Мұхаммедтің тәртібі бойынша, мысалы, бұл жерде мына 9 ғана Жабриилдің өзі жалпылама кім? 9 ғана Жабриил, кәдімгі күні бүгінге дейін бұны адам баласы білмеуі мүмкін. Бірақ мен осының миссиясын арқалап келдім деп айтқан бір немде, ролигімде ма, бір комментімде ма, осының миссиясымен жүрмін деп. Бұл жерде мысалы үшін мынандай нәрсе бар. Мысалы қарилер дейді ғой. Қарилер, мысалы қарилер деген кезде бұлар уже Құранның аяттарын жаттап алғандар ғой. Бұлар кәдімгі пайғамбарлық дәрежеге барады. Пайғамбардың дәрежесімен теңестіріледі. Көрдіңіз бе? А енді одан кейінгілер, мысалы, оның дәрежесіне жете алмағандар. Уже 9 циклдық переходқа айырылады. 9 цикл дейді. Мүшел жасаймыз ғой. Бұның ішінде жаңағы пропитание клетки научный процентный показатель дейді. Осы негізде мысалы кімнің дәрежесі қандай, осындай дәрежелермен пайғамбарлық деңгейдегі елдері уже өздерінен өздері кәдімгі бөлініп білініп тұрады да бұлар. Танымға жеткендер ғой бұлай. Сондай нәрселер ғой. Түсіндім. Жақсы тағы да ойланып көрейін, қазір ютубтан қарайын Көкшар деп, сосын тағы да хабарласармын десеңіз, жақсы ма? Жақсы болыңыз, эфиріңіз шақырыңыз адамдарда. Лайк басып жіберейік біз дағы бір күн. Жақсы. Отырмын, енді соны жағдай несін көрейін деп. Сіздің денеңізді көріп жүрміз ғой.
Мадина Рахат дейді, пригласить. Вот, Тәуке. Тәуке хан. Привет. Лак, пригласить. Менің Хадид ағам көрінбейді ғой. Как это я? Он 957 дейді. Енді мінекей осындай нәрселер. Бұл енді исламды қабылдаған кезде ангелы хранители биологический корень дейді. Ұлттық болмыстың түбірдәнектің бөлектен сақталып тұру позициясы қамтамасыз етілу керек. Одан кейін қияметте ту көтеріп келесіңдер дейді. Ту көтеріп келесіңдер деп отқан сол туға түскен таңба негізінде біз енді ары қарай кетуіміз керек. Ары қарай даму, яғни енді бұған әліге түсініксіз. Ту менен Құранды қатар қою мәселесі бойынша уже эволюциялық процесті бастау негізі туындайды. Яғни кімдер куәлікте қалу керек, кімдер жаңағыдай дүние зікірін жасайды, бұлардың бәрі минусқа кетеді, минусқа қойылады. Бұлардың өз іштерінде де плюсті ұстайтындар бар. Құдайдың өзгермес заңына шегінуді бұйырамыз. Жаңағыдай 0,1 сериясы бойынша отключенный пропитание клетки научные процентный показатель дейді. Осы негізде мінекей одан кейін жаңағыдай жұмақ пен тозаққа бөліну мәселесі туындайды. Одан кейін ықыластың разработка істейміз. Тумаған, туылмаған. Рухқа жалғану мәселесі туындайды. Мінекей осындай нәрселер бар. Бұл жердегі айтыстары мынау ту көтеріп келесің деп отқан себебі мемлекет деген нәрсе дәлелдеу керек. Құдайдың кебінінен тысқары форматынан жаралған адам деген измерениядан тысқары. Өйткені бұлар неге? Мына қазіргі система неғып жем құрып кетті. Куәлікке шақырып алады дағыны білгенін істейді. Білгендерін істейді. Уже заң жұмыс істеп көрдіңіздер ме? Яғни креслодағы отырған анау, мен өткенде бір кімге ғалым кәлмен сұраған кезде мен жауап бермей кетіп едім осы. Креслоны сіз креслода көресіз бе деген кезде. Мен сол кезде айтамын. Бірақ енді өздерінің кім екенін айтқам, негізі журналист, жаңағыдай үлкен періштелер санатында. Бірақ мынау креслода отқан шайтани позиционер болып саналады, яғни язычник, звуковое эхо, представитель. Енді жоғарғы вибрация ғой 360 градус. 360 градуста, бұның 720, 1440 градус. 2 айналған кезде 720 болып кетеді. 3 айналған кезде 1440 градус. Жаңағы секундтың ішіндегі секундтық ақпарат осы мүлдем адам баласының өзін зерттеуіне де жаңағыдай мүмкіндік бермейді. Мінекей сондықтан енді бұл енді қиямет тәртібі бойынша енді біз бөлініп жаңағыдай өзіміздің былайша айтқан кезде индексімізді, адресімізді табуымыз керек қой. Қолдан келетін нәрселер болса істеп істемейтіндермен уже таласудың қажеті болмай қалады. Бұл жерде де уже талай көтерілетін темалар бар, айтылатын дүниелер бар. Бірақ енді оның бәрін бүгіндікке бастап ашпай ақ қойсақ та болады. Былай жалпы мәліметін таныстырып жатырмын. Жалпы мәліметін түсіріп отырмын. Мінекей бұл қалай болады деп. Енді бұл тажал шыққан кезде тажал деп нені айтады? Мен жаңағы шет жағасын айта берейін пока.
тағы да эфирге шығатындар болса, сұрақ қоятындар болса. Яғни исламды қабылдау жөнінде жалпылама талабы мен тәртібі бұл кәдімгі телемосттар арқылы таратылу керек. Сосын ту мен Құранның қатар қойылуы міндеттелуі керек. Міне осы жөнінде. Яғни былайша айтқан кезде жалпы жер шары ақпараттануы керек қой, былайша айтқанда. Фатиха сүресінің разработкасының мәні, мағынасы ұғындырылады дегендей, ықыластың нелері айтылу керек дегендей. Енді бұл темалар айтылмаса, жалпы исламды қабылдау жөнінде жаңағыдай темалар көтерілмесе, онда былайша айтқан кезде үшперіште менен кейінгі үшперіштерге кезек беруге тура келеді. Өйткені бұл жерде мен айтып отырмын, жаңағы Исаны түсіріп перегонка измерения, яғни адам баласын оқтың ішіне салу керек деп отырмын. Яғни сағынутісті бол, обезвредить мир. Яғни отты дүниелердің шектеу 25% парагенальным адресом. И одан кейін военныйларда уже перегонка измерения. Енді перегонка измерения болмаса оқ таусылғанша соғысу, ядролық бомбардировка. Уже бұны ашық айтуым керек, мен енді оны қазір жасырамаймын уже. Былайша айтқан кезде менің өзіме де былай правый крылья дейді, касание правый крылья и левый канат. Менің өзіме де уже сигналдар келіп жатыр. Уже білесіз ғой, касание правый крылья деген кезде формула 13,50. Америка топырағынан координаты Лос-Анджелес. Өрт қоранып жатыр ғой. Пламя сигнал огня белгісі бойынша уже маған былай решениеға кел деп жатыр да, теманы уже қозғау керек, не Құранды куәліктен алу керек, не қою керек, екінің бірін уже былайша айтқанда миссияға кіріс дегендей қылып жатыр. Енді мен бей-жай жатамаймын, бей-жай қайрай алмаймын. Енді бұған да былайша айтқанда бір жағына шығу керек та. Енді не қылмаса, енді мүмкін болмаса, ешқандай Құран мойындалмаса, онда пожалуйста, уже выбор за вами дейді. Сіздерге уже күмдеріңізді шығарып, уже былайша айтқан кезде нақты қадамдарға баруға тура келеді. Күмдеріңізді шығарып, уже үкім оқылады бұл жерде. Құран уже куәліктен алынады, перепрограммирование. Осыған кетесіздер, былайша айтқан кезде. Жоқ, көріп оны өзім бастамаған уақи келген кезде айтқандай ақ болып тұр бәрі де. Өйткені мен айттым ғой, бұл адам келген бетте азаматтық мен басымды ашқанмын. Өйткені оны көрдім мінекей. Былайша айтқан кезде таксидің терезесінен ұшқан сәбиді көрдім. 9-шы этаждан лақтырылған баланы көрдім. Қоқыста жатқан нәрестені көрдім, шақалақты. Оның бәріне мен енді көріп тұрып, қалай жол беремін енді оның бәріне. Сондықтан енді бұлай адам баласының әлі ешқандай дәрежеге жетпегендігі, қияметке дейін оны бітірген түгі жоқ. Нәпсінің құрбаны түгіл. Көз жасын төккен ананы көрдім. Бәленше баланы тауып. Ал енді міне ту көтерді. Құжатпен шақырып алды системаға, мемлекет деген. Бұлар негізі Құдайдың кебініменен жаратылған пенделердің тырнағынан бастап шашына дейін қашалған заңдарын соларға қызмет ету керек еді. Өкінішке орай олай болмай тұр. Дүниені зікір етіп кетті бәрі де. Дүниені зікір етіп кетті. Әнекей жылаған аналар көрдім. Қаңғып жүр бәрі. Қаңғып кетті былайша айтқанда. Ақша іздетіп бәрін тентіретші. Үкімі өздері зікір еткен. Оларды береміз дейді. Бірақ мыналардың да жағдайын жасау керек. Мыналарды по плюсу шығару керек. Өндірген өнімді плюс тегінге қоясыздар. Ұрлық жоқ жер бетінде. Ұрлық жоқ, ұрлықтың болуы мүмкін емес. Оған дәлел сұрасаңыздар, мына ал деген сөздің, түбір сөздің секундтық дәрежесі куәлік бола алады сендерге. Ал деген кезде мына көпшіктің қожайыны, үстіне ілініп тұрған 11 мүшенің өкілі.
сүйекке жабысып тұрған по вертикалю. Қозғалыс жасағанда бұл кәдімгідей ана звукқа байланысты қозғалыс жасайды, көрдіңіз ба? Солдың трансында уже іліп алып кете береді. Білмейді олар өздері ұрлықшы екен. А оны мына нәпсідегі шайтандар серік қосады оған ұрлықшы деп. На самом деле сендерге логикалық сұрақ. Бірінші сөз жасалды ма, жоқ қимыл жасалды ма? Болмаса қимыл жасалды ма, сөз жасалды ма? Қайсысы бірінші жасалған? Болмаса екеуі бірдей теңдей ма? Осының шешімін тапсаңдар, ұрлық деген жер бетінде жоқ. По плюс солай шығарасыңдар ана немен, пітір садақамен. Технологияға айналдыру, яғни автоматты өндіріс, оның 50% жындығы, 50% шайтандығы. Знания ниже пояса олар тегін дейді. Көрдіңіздер ме? Тегін алу керек олар өйткені. Былай ниже пояса жынның өкілдері ғой, түгел транста жүрген. Аналар олар кәдімгі минуспен контрольда тұрады, өйткені олар кәдімгі 360 градус жылдамдықта тұрған. Олар дүниенің бәрі менікі деп мына амал иелерін түгел қаңғытып жібереді жер бетін. Сондықтан бұлардың бәрі осындай тізгінде тұру керек. Бұны білгендеріңіз жөн. Бересіздер ма? Пітір садақаны сіздің қалтаңызды аңдымаймыз, қалтаңызды тосып отырмаймыз. Ана өндірген өніміне қойып қоясың. Қойып қоясың жынның долясы деп. Олар кәдімгі барады да тегін алады, сен жалынбайды саған. Өз доляң өзіңде, өйткені ана ақшаны өндіргеннен кейін оның ішінде оны ақшамен байланбайды. Мінекей 50% плюс тегін, 50% минус язычниктің өзіне беріледі. Ұлықсат оны қалай береді, қалай қоясыздар, ол еріктеріңіз. Минусқа қалай жұмыс істейсіз? Знание свыше пояса, ниже головы. А анау знание ниже пояса, свыше коленей дейді. Мінекей осылай, екеуі осылай кетеді. Жаңа логикалық сұрақтың шешімін табасыздар. Табыңыздар. Шын мәнінде тексеріп көріңіздер, егер олар шын мәнінде ұрлықшы болса. Мінекей осындай нәрселер. Осының шешіміне, осының батыл қадамын жасау керек. Ол тегін арам тамақ, анау мынау деген ондай деген әңгіме жоқ. Ал енді оны ұрлықшы деп арттырып бара жатсаң, серік қоссаң, Алла деген сөзді үрлеме. Үрлеуші болма. Өйткені үшінші бұрышта мен бұл Алла деген сөздің қалай жасалу жолын айтқам, өткенде роликтерде. Мен оның шет жағасын айтқам түгел. Қалай жасалып тұрған. Ал деген ковшика хозяин, ла деген конструкционный представитель. Яғни адам и серия, человек. Мінекей осы негізде жасалған нәрсе. Ал ортада бұны кәдімгі тіліне байлап бергендіктен үшінші адам бұны үрлеп тұр. Оны кім екенін білесіздер ғой? Носительдер. Тіліне байланған адамдар оны үрлеп тұрған. Одан кейін бітті. Мінекей осы құрылымдардың өзіндік тәртібі болу керек, орын-орынмен. Бұның өзінің осындай тәртібі болу керек, орын-орынмен. Так. Осы тәртіпке бағынасыздар, осы тәртіппен осылай кетеді. Осының жолыменен, осының амалыменен уже қиямет басталады деген сөз. Осыған дайындала бергендеріңіз үшін болады. Енді бұл жерде айта кететін нәрсе, мына плюстік долялар саудаға түспейді, саудаға салынбайды. Ол бір. Одан кейін бұның екінші жағдайына телепорт. Қандай нәрсені жасап жатқанын. Анау Америка топырағынан берілсін, мына жақтан Қытайдан берілсін, неден берілсін. Бұны жаңағы анау қозғалмайды, экспортталмайды саудаға региональный адрес. Кезінде Фатиха сүресінің разработкасы кезінде бұның үлгі образдары берілді ғой. Колхоздастыру, совхоздастыру кезінде. Бұлардың өзінде жаңағыдай бір белгілі бір жүйемен бұның салық жүйелері беріліп отырды. Олардың өзінде бұндай тап бүгінгідей проблема болған жоқ қой. Мінекей осы іспеттес. Бұның кәдімгі осындай нелері болу керек. Тасымалданбайды. Мен айтқам, мынау ең
дүниеден бастап. Бұның сапа белгісі алтын. Алтыннан бастап күміс, бронза, ары қарай темір кете береді. Бұның ең сапасыз жүйесі, ең төменгі. Мынау Қытай деген ел өздеріңіз білесіздер ғой. Темірді қайшымен қиып, шүпірек қайнатып. Негізінде уже кәдімгі мына қазір қуланған қулар түгелдей сапасы дүниемен ақшаны тез жасау. Ыдысы алтыннан болады дейді. Сосын жібек киінеді дейді. Мына рухқа жалғанушылардың несі, индексі. Сәлеметті. Рухқа жалғанушылар, бұлардың кәдімгі несі осындай болады. Мотиві. Ұстанған, бұлар кәдімгі саудаға түспейді. Сосын бұлардың кәдімгі өмір сүру ұзақтығы сапалы ұстаныммен бірдей болады. Сапалы ұстаныммен өлшенеді. Бұлардың нерв жүйесі тозбау керек. Кәдімгідей ұстанған кезде заттың нелері кәдімгі нерв жүйесі тозбайды. Сосын мәжбүрлік, сосын мұқтаждық деген болмайды бұларда. Кезінде мына Алтын Орданы, білесіздер ғой Алтын Орданың жалпылама тарихы. Қазір жалпылама Алтын Орданың темасында бұлар кәдімгі ұстанған кезде, затты ұстанған кезде. Мынау қазір біз мына фарфорный дүниені ұстап жүрміз ғой. Сол сияқты пайдаланған ғой бұлар. Сол тәрізді пайдаланған. Алтын адам белгісі бар. Оны білесіздер. Алтын адам белгісі. Оның жаңағы Алтын Орданың системасы бар. Мінекей осы аралықтан бастап осынға да дейінгілердің бәрін кәдімгі сортировка жасап, пропитание клетки, научный процентный показатель негізінде уже біз қияметтің тәртібі бойынша уже алтын ғасырлық дүниені уже қолға алу керек. Қонақтар келіп жатыр еді. Так, ал қандай сұрақтарыңыз бар? Қандай сұрақтар қойылады?
Ерболат Сабенов, привет, привет, Салит Анвербек. Мына жерде қанша адам отыр? Қайсы? 349 адам ба? Жоқ. Енді 0 адам отыр. ба? Значит, теперь разгостями. Ой, уже 1 сағат аттай отырыппын ғой. 1 сағаттай отырыппын ғой, жарайды. Не жоқ. Тез ол 1 сағат. Мынадан қалай шығамыз енді? Онда бершейді, не пит деген.